Сәлем барлықтарыңызға, қайырлы күн. Есімім Шерзат, фамилиям Абдуллаев. Жасым 31-де. Осы видеоны қазір саябақта тұрып жазуға мәжбүр болдым, себебі ұсынысқа көре. Мен өзім кәсіпкерлігім сетевик, яғни мақтанып айта аламын, қазір мен сетевикпін деп. Себебі 3 жылдан бері осы мүмкіншіліктің артында өмірімді өзгертіп жатқан жайларым өте көп. Енді бұл видеоны мен сразу бірден айтайын, егер кім сетевой маркетингке қызықпайтын болса, кім сетевой маркетингті вообще ұнатпайтын болса, көрмей ақ қойыңыздар. Бұл сіздер үшін емес, бұл тек қана сетевойды қолдайтын, сетевой маркетинг жақсы көретін, ұнататын адамдар үшін ғана жазылатын, айтылатын видео. Сондықтан осыны бастан келісіп алайық. Так, енді маған не ұсыныс түсіп отыр? Қазір таңда қалай бизнесті жақсы құруға болады, қалай стабильно құруға болады деген маған сұрақтар келіп жатыр. Яғни сетевой бизнес қазір адамдар көпшілік офлайн құрып жүргеннің арқасында қазір білем, я сетевой жасап жүрмін, я кішкене компания жақсы, мықты, күшті, не дейді, мақсаттарыңды, армандарыңды орындауға болады деп айтады, бірақ адамдардың қалтасында ақша жоқ. Себебі ол тек қана өздерін өзі алдап жүру, былайша айтқанда, қазір білесіздер, список знакомых деген нәрсе любой адамға, сетевойға келген кезде любой адамны, былайша айтқанда, раздражение беретін бұл именно список знакомых. Адамдар сол список знакомыхтың артында қазір көпшілік адам 1 жыл, жарты жыл жүреді, ары қарай ешқандай результат болмайды, содан кейін кетеді. Қазір бизнесте 1 жыл тұрудың өзі қиын, сетевой маркетингде 1 жыл ғана не дейді, сабырлы болып сетевойда жұмыс жасаудың өзі қиын болды қазір адамдарға. Себебі қаншама проблема осы именно список знакомых тізімнен басталып жатыр, и содан кейін барып олар шақыру керек бизнесқа, одан кейін барып презентация оқу керек деген сияқты. Мысалы, сіз өзіңіз ол адам өзі қаламаған адамды біз қазір бизнесқа шақырып отырмыз да, содан кейін біз барып оған ойбай сен істе, сенің арманың орындалады, сен ақша табасың, өмірің өзгереді деген сияқты бір оларды біз типа бір мәжбүрлеген сияқты болып жатырмыз қазір, заставлять еткен сияқты. Ал қазір мен осы 2016 жылдан бастап бизнес құрған болсам, дәл менде сондай оқиға болды. Менің басымнан өтті ол список знакомых, приглашение, проводить презентация деген сияқтылар бәрі өтті басымнан. Ал енді қазір міне 1 жыл болды, осы 2019 жылдан бері қарай уже мен сетевойды через онлайн, именно через интернет, яғни соцсеттер арқылы құрып жатырмын. Яғни бұл жерде қалай? Ешкімге звондау қажет жоқ, ешқандай список знакомых жазудың қажет жоқ, ешкімді шақырудың қажет жоқ. Тек қана адамдардың өздері интерес, қызығушылығы бар адамдар ғана сізге командаға қосылады. Вот, сонда ғана бизнесіңіз керемет жүреді, и содан кейін ешкімді сіз мәжбүрлеп бизнесқа тартпайсыз. Адамның өзі қалауымен ғана бизнес жасайды. Вот, олар 5 жұлдызды, яғни 5-звездочный адамдар деп аталады. Оларға ешқандай мотивация керек жоқ, оларға ешқандай бір, не дейді, оларды бір мероприятияға, яғни семинарларға шақырудың қажет жоқ. Олар өздері айтады, мен баруым керек, маған білім керек, мен чтобы бизнесті жүргізуім керек деген сияқты өздері ұсыныс тастайды. Вот, сондай адамдармен жұмыс жасаған өте жеңіл. Вот, тағы не айтқым келеді? Мына қазір онлайн қалай бизнес жасаймыз десеңіздер, бұл именно через Instagram, через Facebook, через YouTube и через ВКонтакте. Осы соцсеттердің артында қазір бизнесті профессионально и не дейді, тұрақты постоянствомен құруға болады екен. Вот, енді Instagram арқылы қалай жасау керек? Instagram арқылы сіз бірінші очередьте сіз өзіңіздің страницаңызды, өзіңіздің аккаунтыңызды дұрыс, яғни фотоларды салуыңыз керек, профессиональный фотолар. Қай жерде болмасын, тура келген жерде түсіп, олай болмайды. Страница өте керемет болу керек, адамды қызықтыру керек, адамды тарта алу керек, чтобы сол страницаға кірген кезде, сіздің страницаңызға кірген кезде, ол адам ол страницадан шығып кетпейтіндей, чтобы сол страницаны до конца көріп, соған посттарды оқып, контенттарды оқып, видеолар болса, видеоларды қарайтындай страница әдемі болу керек. Сол кезде сізге подписка болады, ол адам сізді бақылайды кішкене, ал егер сіз оны қызықтырып жатсаңыз, ол адам обязательно сіздің командаңызға қосылады. Вот сондай адамдармен бизнес құрған өте оңай. Ал келесі сабақтарда, келесі видеоларда мен сіздерге подробно айтатын болам. Ал қазір менде уақыт жоқ, сондықтан кішігірім видео жазуға мәжбүр болдым. Егер де сұрақтарыңыз болатын болса, комментария жазыңыздар. Маған ешқандай, не дейді, өзін-өзі артқа тартатын, өзін-өзі жалып жасайтын, өмірге жалып жасайтын, жалқау, жаңа телевизордың алдына отырып алып, әртүрлі әңгіме айтатын адамдар қажет емес. Маған нақты жұмыс істеймін, нақты шешімі бар, мықты адамдар болса, жазыңыздар комментарияға, мен сұрақтарыңыз әрқайсысына жауап берем. Бизнес құрамын десеңіздер, үйренемін десеңіздер, пожалуйста, любой уақытта сіздермен байланысқа шыға аламын. Жақсы, онда көріскенше сау болыңыздар. Пока.